Ё-моё, достар, не дауыстар шығып жатыр. Біздің ұйқымызды бұғы жерді бұл дауыс. Так, сағатты көрейік. Сағат так азан болып қалыпты. Ұйқымыздан тұратын уақыт даланы көрейікші кән. Ей, далаға не болған? Бұндай емес не сияқты не еді ғой? Қараңыздар, неқта тұр, неқта не болған? Так, сыртқа шығып көріп келікші. Мынау чота біреу бір бәле соғып жүрген ба? Бұндай емес сияқты не еді ғой? Енді сырттан көрейік. Так, мынау кімнің үйі тағы да? Біздің үйдің жанына бір үй салыпты. Қараңыздар, кім болған бұл? Бұл менің жерім еді ғой, бұны рұқсатсыз кім алған? Так, ішінде бір жедел отыр екен, сыртын көріп кетейік. Қараңыздар, кузнецамның түрін кетіріп қойған ғой. Онша емес болып қалды енді. Так, қараңыздар, вообще әдем көрінбейді. Кузнецамызды онша емес қылып тастады. Іштен қарағанда вообще терезесі көрінбейді. Енді барып сол егесіне барып айтайық, үйді бұз деп. Мынау ато болмайды. Хей, жедел. Хей, жедел, неғып менің үйімнің қазына салып тастағансың сен бұны? Сен кім екеніңді білмеймін, және бұл менің жерім, мен сала берем, түсіндің ба? Бара неға барып ойнап балақай. Ей, сен жедел, кіммен сөйлесіп атқаныңды білесің ба? Мен еще балақай емеспін, бұл менің жерім, неғып саласың? Маған бар екен, ақшамен сатып ала салам бұл жерді. Бара бер, бара неға, үйіңмен қосташуды. Қандай сөздер айтып отырсың сен? Қазір мен саған көрсететін болам, давай. Достар, мынау жедел дейтін өзіне көп алып қойған ба? Жота біздің жерімізді алып, еще бізге сөйлеп тұр ғой. Өзінің ақшасымен тартып алам дей ма? Қазір мен мэрға барып қайтпасам ба? Мынау не болып жатыр? Жота бірдеңе дұрыс емес. Қайдан келді бұл жедел? Не екен, өз бір түрлі сөйлейді. Так, телефонымызды алып мэрға барайық. Мэрдан сұрайтын боламыз, не болып атқан? Мэрдің өзі согласие берді ма, сонда не болды? Қараңдар, өзінше болып отыр еще үйінде. Хотя мейірімді болып сөйлесе болады ғой. Так, мэр. Так, мэр, үйінде ма, өз кіріп қайтайықшы. Так, что-то мэр осы жақта ма? Мэр кетіп қалған еді ғой, білесің ғой. Айтпаңыз достар, мэр кетіп қапты ғой отдыхқа. Оның орнына осы көмекшісі отыр кәші. Не отыр енді? Кімге айтамыз? Так, таныстарымыз да жоқ қой біздің біреуге айтып беретін. Не істесек болады достар? Телефонымызды қойып қойық болды, бізге енді не істеуіміз керек? Так, көрейікші, жедел не істеп жатыр екен? Так, бір адам жүр онеқта. Не істеп жатыр екен, әңгімесін тыңдап көрейікші. Ей, жедел! Не болды? Кешке дейін ақшаны қойып таста, үйіңді сындырып тастаймын, давай. Давай қойып тастайын. Достар, сонда дейтін, анау дейтін үйіне ақша бермесе сындырып тастаймыз деп отыр ғой кешке дейін. Так, оның ақшасы болу қажет, себебі ақшасы көп адам сияқты. Енді сол ақшаны біз ұрлап кетсек, ода ақша қалмаса үйін бұзып тастайды. Сонда біз өзіміздің бұрынғы кузнецамызды қайта келтіре аламыз. Ал енді достар, мен жәнден бері көріп тұрмын, естіп қалдым бір жаққа кететін. Міне өзі кетіп бара жатыр, қараңыздар, жедел кетіп бара жатыр. Енді осы кеткен пайдаланып, қазір үйін тонап кететін боламыз. Қасында тағы дос бар ма сондай? Мен қазір өзім тәсілдерімді қолданатын болам, ал сіздер лайк басып кетіңіздер. Қазір мен өзімнің заттарым дайындап қойын, керек болатын. Так, достар, міне осындай маска тауып, бізге қазір керек болады. Не десеңіздер, қараңыздар түрме. Менің түрімді ешкім көре алмайды, жәнде мен шатастырып алады. Мен Димаш емес, танымай қалуы да мүмкін. Енді бар көрейік. Так, жедел ешкім жоқ сияқты, анау ақ киімде жедел тұр. Так, анау жедел жаман қарады ғой бізге. Так, анау артқа қарап тұр, енді моментті пайдаланып. Сіз үйіне кіріп кетейік. Так,
все мына достар кіріп кеттік. Да енді үй кішкентай екен. Енді осы жақта заттарды көретін болам. Да ақша сандықта жату керек, сандықты көрейікші. Хей, сандықта 3 балка ма? Ақша екен. Ақша сандықта жату керек неді ғой. Мұнда жетел ақшасын қайға тыққан. Мынау ашылмайды, мынау тумбочка. Так, енді мынаны көрейікші. Е-мое, достар, мынаяқта ақша тұр ғой. Осы жаққа жетел тыққан екен ғой. Е-мое, қараңдар, мынаяқта ақша қырғын ғой. Алып аламыз, бірақ бұның өзі бұл үйді төлеуге жетпейтін сияқты. Тағы да ақша болу керек. Так, басқа жерден де іздеп көру керек. Басқа жерде, бірақ үйінде басқа дым жоқ сияқты. Енді басқа ештеңке жоқ. Не қайыққа тығады ол? Майым жетпей жатыр, или басқа ақша жоқ па? По-моему, ақша кетуге кетті ауаняға. Так, банадан басқа ақша жоқ енді деп ойлаймын. Так, тайниктері жоқ сияқты. Е-мое, достар, қарным ашып кетіпті. Так, ешкім қарап тұрған жоқ па? Мынаяқта тамақ бар ма екен өзі? Мынау кроваттың астында ештеңе жоқ. Қарным ашып кетті. Мынау морковты жеп алайын ба? Қазір онда сәлден соң жеп алайық. Мынаяқта дым жоқ. Обычно ештеңе жоқ, достар. Енді басқа ақша таппадым енді. Так, е-мое, достар, мынаяқта не істесем болады енді? Бұл үйге қайта береміз ау. Достар, деймін да, не істейміз енді? Қарным ашып кетті. Мынау сәбізді жей салайын. Так, жылтып алайық бұны. Что-то... Достар, печканы ашқам ғой, тамақ бар ма деп. Сөйтсем, бұяқта тамақ емес. Железа тұр ғой, е-мое, достар. Бұл жетелдің басы істейді екен. Ақшаны тығатын жерге тығыпты. Так, достар, енді басқасын көрейік. Достар, екінші печкада да бар екен ақша. Бұл золото екен, 9 золотасы бар екен. Е-мое, достар, не дейік? Бұл жетел қалай басы жеткен бұяқа тұлға? Мен вообще ойламаппын. Мен тамақ жегім кеп көргем негізі. Так, басқа ештеңе дым жоқ енді. Так, сындырып көрейік. Жоқ, ештеңе болмайды. Так, достар, енді мынаяқта дым жоқ енді. Е-мое, ақша не істейміз енді? Бұл ақша, тағы да ақша болу керек қой. Мен шындансам осындай заттарды сындырып жіберетін әдетім бар енді. Е-мое, достар, кілемді қойып қойық, сынып кете берді ғой. Е-мое, достар, қараңыздар, мен мынаның ішіне кіріп кеттім. Мынау блок емес ау, что-то. Қараңыздар, мынау көбіректі алып мынаға қойын деген ғой. Сөйтсем, астына түсіп кеттім мынау блоктың. Бірақ жерге түспеймін. Так, қимылдап көрейік біз. Так, достар, кіріліп кетті. Мынау не тағы? Достар, қараңыздар, мынау лестницаның қалай қимылдап отқан. Төбеде не бар ек? Төбеде үйіміз тұр. Мынау қалай сонда? Так, қараңыздар, алтын уыз. Бәсе осы екен ғой, міне ақшалар. Мынау точно жетеденді. Осылар төлесе жетеді. Басқа болды ау енді. Мынаяқта тағы да бірақ ақшалар бар. Бәрін алу керек. Әйтпесем төлеп қояды. Бұл шынымен де бай екен. Біз ойлағандай. Так, мынау сандығымыз взламать етіп көрейік. Сейфін. Жоқ. Ашыл. Досы. Мынаяқта қараңыздар, қанша ақшалар жатыр. Және де мынандай алмаздар жатқан қараңыздар. Мынандай бір түрлі радужный алмаздар ма? Мынау ақшаны қараңыздар. Қараңыздар, ақшамыз көбейіп кетті сразу дейтін. Так, как раз мынаяқта тамақ бар шығар енді. Достар, тамақ ба десем, бұяқта да алмаздар тұр ғой. Енді кетейін деп атқан ем. Мынау қарным аш екен, түсініп мынаяқтан жеп кете салайын. Мынау хлебті достар, мынаны жейін деп үстім басқа. Мынау шкаф ашылып кетті ғой. Қараңыздар, қанша изумруд бар едіген. Мынау тамақ бар ма бұның үйінде өзі? Мынаяқта да тағы да изумруд, достар. Біз дейтін болды, все, бәрін тонап кеттік. Мынаяқта ақшаларды қараңыздар, достар дейтін. Все, біз де енді бәрін алдық деп қоям, бірақ тамақ шықпады. Енді үйге барып іше саламыз, ничего. Ақшаларды қараңыздар, деймін да, тайник жоқ па десем, мынандай кішкентай үйде сонда бар екен ғой. Все, енді кешкіге төлей алмай үйі бұзылатын шығар енді.
да ешкім қарап отқан жоқ па, тез шығып кетейік. Анаяқта бір шетел отыр екен, бірақ бізді байқап қоймайды деп ойлаймын. Так, все, енді үйімізге кірейік, анау заттарды орналастырып қойып қойық. Ба достар, өз көзіме сене алмай жатырмын. Анау жетелді мен бұндай ақша табам деп ойлаған жоқпын. Мынау ақшаларды қараңыздарсай. Мынау еще қандай жерлерде тыққан. Осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, подписаться етіп қойыңыздар арнаға. 1000 подписчикқа аз қалды. Так, Юсуп золоталарымызды қойып қойық. Все, енді басқа дым жоқ. Мынау маскамызды шешіп қойық. Тағы да жетелдер мені біліп қоймасын. Так, бұл масканы біз дейтін ешкім білмеу үшін осы жерге қазып, осы жертерге қазып ішіне тастап кетейік. Так, жерге түсіп кеттік қой. Мынау бір блок қойып көтеріліп қайта сындыра салайық. Так, мынаны сындырып, осы масканы осы яманың ішіне тығып жіберіп, төбесін осы землямен жауып қоя салайық. Міне, болды, ешкім байқамайды деген ойдамын. Ал осымен видеоның да соңына келдік. Ал видео ұнаса лайктарыңыз басып подписаться етіп кетіңіз.